Сәлем достар, сіздермен бірге Казмет. Бүгін мен тұратын 3-ші жатақханаға обзор жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Әр студент осында кірген кезде чиппен ашып кіреді, пропускты міндетті түрде көрсету керек. Бұл бізде бірінші қабат, бұл жерден ремонт болып жатыр, бірақ мұнда бізде актовый зал, душ және де кір машиналары орналасады, читалкамыз бар. Осыны да айта кету керек. Бізде әр осындай этажға көтерілген сайын үлкен терезелерді көруге болады. Одан кейін бізде айналалар тұрады. Міне айналар тұрады, өте ыңғайлы, кетіп бара жатқанда келгенде осылай мен сияқты қарап кетеміз. Мен негізі өзім 4-ші қабатта тұрамын. Көтерілгенде бізде осындай үлкен холлды көруге болады, және де осындай коридорлар бар. Бұл жерде біздің этажымыздың тұрғындарының суреттері, және де холлда бізде диван бар, және де осындай балконды көруге болады. Балкон күн жылы кезде өте ыңғайлы, киім жайғанда да, және басқа кездерде, енді қазір наурызға қарамастан бізде қыс. Бұл бізде ортақ асханамыз, бутовка деп атаймыз. Ыдыс жуғанда, тамақ жасағанда, тамақ жылытқанда да өте ыңғайлы, және де жарық, ең бастысы таза. Бұл бізде ұлдардың тұратын жағы, ал оң жағынан қыздар тұрады. Бізде этажымыз 2 бөлікке бөлінген, А және Б секциялары. Әр секцияда осындай бізде пад секциялар болады. Ол жерде 2 бөлмеден, яғни бір бөлмесі ол 4 адамдық, екінші бөлмесі ол 2 адамдық болады. Соған қарай бізде осындай тағы бір бөлме, ол осындай 2 бөлмен адамдарына арналған туалет және де раковина осыны қолданылады. Ал мен осындай 2 адамдық бөлмеде тұрамын. Қазір белгілі бір себептерге байланысты өзім ғана өте жақсы. Яғни кіріп келгенде осындай бірінші холодильникті көруге болады. Өздеріңіз байқағандай әр бөлменің өзіндік холодильниктер бар, яғни ортақ емес. Бөлмем өте кең, және де ең бастысы жарық. Осындай үлкен шкафтарымыз бар, барлық өзіміздің заттарымыз сыяды. Солысы өте қатты ұнайды. Бұл менің өзімдік бір кішкентай угологым, бұл жерде өзімдік заттарым тұрады. Одан кейін төсегім. Холодильниктің бөлек болғаны өте ыңғайлы. Және мұнда мен өзім сабақ оқитын жерім. Специально осылай бөліп қойдым, ыңғайлы болсын деп. Осы жерде сабақ оқимын, ал екінші жерде мына столда мен тамақ жасаймын, және де тамақ ішуге арналған. Бұндай тумбочкаға мен ыдыстар, тамақтар қоямын. Маған ең қатты ұнайтыны бізде вид, үлкен терезе, жарық, және ашқан кезде осындай әдемі Грей Плаза деген бізде бизнес-центр орналасады. Өте күшті, былай таңертең ашқан кезде әдемі видпен оянғанда. Міне бұл менің бөлмем, енді қатты өзгеше емес, ыңғайлы, жарық. Енді бұл жерде біз 4 адамдық бөлмені сіздерге көрсеткім келді. Қалай екені бұл менің құрбыларым бөлмесі. Енді ол жерде адам санына байланысты шкафтар да көбірек болады, және столдар да. Олардың бөлмесі осындай қатты былай айырмашылығы жоқ. Жалпы осы сіздерге барлығы ұнады деген ойдамын. Біз деген осылай кешке қарай тамақ жасаймыз осында бутовкада, бір-бірімізді көріп қаламыз, әңгімемізді айтып, өте күшті. Бірнеше адамдармен тұрған өте қызықты, бір-бірімізді үнемі көріп, көмектесуге тырысамыз. Осымен біздің кішігірім обзорымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ұнаса лайк, комментарий жазуға ұмытпаңыз.